Сіз бөдене жұмыртқасының пайдасын білесіз бе? Бөдене жұмыртқасы пайдалы диеталық тағам. Қазіргі зерттеулер бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті олардың бай құрамымен байланысты екенін көрсетті. Бөдене жұмыртқасының тағамдық құндылығы. Бөдене жұмыртқасы дәрумендер мен минералдарға бай. Олардың кішкене мөлшері болғанымен тағамдық құндылығы тауық жұмыртқасынан 3-4 есе жоғары. Сонымен бір тауық жұмыртқасында ақуыздардың 11%, ал бөденеде 13% бар. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасында темір мен калий 5 есе көп. Достар, арнадан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естімеген пайдалы ақпарат болатынына сенімдімін. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Алда пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Бөдене жұмыртқасында сонымен қатар А дәрумені, В тобы витаминдері, В2, В6, В12, Д дәрумені, темір, магний, мырыш, мыс, фосфор бар. Бөдене жұмыртқасын үнемі жеу көптеген аурулармен күресуге көмектеседі. Бұл өнім ас қорыту жүйесінің бұзылуларына, асқазан ішек жолдарымен байланысты мәселелерге, асқазан жарасына пайдалы. Бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтады, есте сақтау қабілетін жақсартады, мидың белсенділігін арттырады және жүйке жүйесін тұрақтандырады. Олар анемияға қолданылады, өйткені олар гемоглобин деңгейін жоғарылатады. Сонымен қатар ағзадан токсиндер мен ауыр металдарды шығарады. Бөдене жұмыртқасы бүйрек пен бауырда тастардың пайда болуына жол бермейді және кейбір жағдайларда олардың жойылуына ықпал етеді. Қытай емшілері бөдене жұмыртқасын туберкулез, астма және қант диабетін емдеуде қолданған. Олар сондай-ақ бұл жұмыртқалардың қартаюға қарсы қасиеті бар деп есептеді. Бөдене жұмыртқасын үнемі жейтін балалардың жұқпалы аурулармен ауырмайтыны дәлелденген. Ерлер үшін фосфорға, дәрумендерге және ақуызға бай бөдене жұмыртқалары жыныстық белсенділіктің тамаша стимуляторы болып табылады. Әйелдер үшін бөдене жұмыртқасы тек тағам ретінде емес, сонымен қатар шаш пен теріге арналған әртүрлі қатайтатын маскалардың құрамдас бөлігі ретінде сұранысқа ие. Бөдене жұмыртқасы жүкті және бала емізетін әйелдерге пайдалы. Олар емшек сүтінің сапасына жақсы әсер етеді деп есептеледі. Сондай-ақ бөдене жұмыртқасы күйзеліске, депрессияға, мазасыздыққа, мигренмен ауыратындарға, бронхитке шалдыққан адамдарға пайдалы деп саналады. Бөдене жұмыртқасы өсуді ынталандырады және қан қысымы мен липидтер алмасуын бақылауға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы. Даусыңыз қарлаңқы болып тұрса, бұл өнім тамақты қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне бір шикі бөдене жұмыртқасын ішуді әдетке айналдырсаңыз, тыныс алу проблемаларынан арыла аласыз. Бөдене жұмыртқасының қабығы соншалықты кеуекті емес және жұмыртқаның өзі тығыз мембранамен қоршалған және құрамында бактериялармен күресетін лизоцим болғандықтан, оларды сальмонеллездан қорықпай шикі түрде жеуге болады. Сонымен қатар бөдене жұмыртқасында антиоксиданттар бар. Мұндай өнім қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайда келеді. Сонымен қатар терінің қартаю процесін бәсеңдетуге және майда әжімдерден арылуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасында тауық жұмыртқасынан гөрі магний 3 есе дерлік жоғары және 28% көп темір бар. А дәрумені 2 есе дерлік жоғары бар.